Сәлем, жұлдыздар сырласым. 6 тамыз, сейсенбіге арналған жұлдыз жорамал әлеміне қош келдің. Бүгін аспандағы жұлдыздар ерекше қозғалыста, ал бұл сенің күніңе тікелей әсер етуі мүмкін. Жүрегіңе үңіліп, өзіңе қажетті белгіні тыңда. Бұл жай ғана жорамал емес, бұл сенің жан дүниеңмен үндесетін күндік бағыт. Бастадық. Тоқта 21 наурыз, 19 сәуір. Бүгін сенің ішкі күшің ерекше байқалады. Көптен бері кейінге қалдырып жүрген шаруаңды бастауға таптырмас мүмкіндік. Батыл әрекетке барудан қорықпа, жұлдыздар сені қолдайды. Тек тым асығыс шешім қабылдама, сабырмен жүрген адам ұзаққа барады. Жақын адамдармен арақатынас ерекше жылынады. Бір күтпеген қоңырау немесе кездесу сені ерекше қуантады. Торпақ, 20 сәуір, 20 мамыр. Бүгін сен үшін тұрақтылық пен тепе-теңдік басты рөлде. Жұмыс барысында сабырлы, бірақ сенімді әрекеткен дұрыс. Финанстық мүмкіндіктер пайда болуы мүмкін, жаңа идеяны бастауға жақсы уақыт. Сүйікті адамыңмен не отбасыңмен ашық сөйлесу арқылы үлкен түсіністікке қол жеткізесің. Егіздер, 21 мамыр, 20 маусым. Бүгін қарым-қатынаспен жаңа таныстықтар күні. Сенің сөзің өткір әрі тартымды, сондықтан келіссөздер, сұхбаттар, презентациялар үшін өте қолайлы. Күтпеген жерден шабыт келіп, шығармашылық жобаларына тың серпін береді. Бір ескі досыңнан хабар келуі мүмкін, ол саған жылы естеліктер сыйлайды. Шаян, 21 маусым, 22 шілде. Эмоциямен жүрек үндестігін сезінетін күн. Бүгін ішкі интуицияң күшті жұмыс істейді. Бір шешім қабылдау алдында жүрегіңе құлақ сал. Үй, отбасы, бала-шағаға қатысты тақырыптар көтерілуі мүмкін. Бұрын басталған маңызды істің соңы сәтті аяқталмақ. Арыстан, 23 шілде, 22 тамыз. Сахна сенікі, Арыстан. Бүгін сенің тартымдылығың мен энергияң ерекше. Көпшіліктің назарында боласың. Жаңа бастамалар мен жеке жобалар үшін мінсіз уақыт. Тек эгоңа ерік бермей, өзгелердің пікіріне де құлақ асып көр. Сонда сен нағыз көшбасшы боласың. Бикеш, 23 тамыз, 22 қыркүйек. Бүгін детальдарға назар аударатын күн. Құжаттар, есеп-қисап, жоспарлау, бәрін реттеп алуға ыңғайлы уақыт. Бір ескі мәселені шешіп, жеңілдеп қаласың. Денең мен санаң саған рахмет айтады, егер өзіңе күтім жасасаң. Таразы, 23 қыркүйек, 22 қазан. Бүгін сен үшін сұлулық пен тепе-теңдік күні. Өнерге, музыкаға, рухани нәрсеге тартылуың мүмкін. Жақындарыңа уақыт бөліп, олармен терең әңгіме құру пайдалы болады. Кейбір таразыларға ескі махаббат туралы естелік келіп, жүректі тербейді. Сары шаян, 23 қазан, 21 қараша. Сенің ішкі күшің бүгін ерекше терең. Құпиялар, интуиция, психология осы бағыттарда табыстысың. Кейбір адамдар сені толық түсіне алмауы мүмкін, бірақ өз жолыңмен жүре біл. Бір қиын мәселе шешімін табады. Бұл сенің табандылығыңның арқасы. Мерген, 22 қараша, 21 желтоқсан. Бүгін саяхат, білім, ізденіс сені баурайды. Жаңа кітап бастау, онлайн курсқа тіркелу, немесе тіпті жолға шығу, бәрі оң әсер береді. Жұлдыздар сенің көкжиегіңді кеңейтуді қалайды. Кешке қарай қызықты жаңалықтар алуың мүмкін. Тәуешкі, 22 желтоқсан, 19 қаңтар. Сен үшін жетістік еңбекпен келеді, бүгін сол еңбектің жемісін көресің. Жетекшілік рөлі, маңызды жауапкершілік сені күтіп тұр. Бір іскерлік ұсыныс, немесе үлкен шешім қабылдау сәті келді. Сенің орнықтылығың мен табандылығың бәрінен жоғары. Су құйғыш, 20 қаңтар, 18 ақпан. Идеялар тасқыны. Бүгін сен ерекше креативтісің. Дос-жарандарыңмен бөліс, ортаға шық. Командалық жұмыс, жаңа қауымдастықтарда белсенділік таныту тиімді болады. Күн соңында күтпеген жаңалық немесе тосын сый болуы мүмкін. Балықтар, 19 ақпан, 20 наурыз. Сезім мен шығармашылықтың шыңындасың. Бүгінгі күнің ішкі тыныштық пен шабыт іздеуге арналсын. Кітап, медитация, өнер жан дүниеңе тыныштық сыйлайды. Біреуге жасаған кішкентай жақсылығың өзіңе бірнеше есе қайтады. Міне, бүгінгі жұлдыз жорамалда өз мәресіне жетті, жаным. Жұлдыздар саған оң бағыт көрсетіп тұр, енді тек жүрекпен қабылда.
Егер ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпа, бұл мен үшін үлкен мотивация. Келесі күнге дейін аман бол.